Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін чайник пен тефальды қалай тазалау жолдарын көрсетемін. Видеоның ақырына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Тефальдағы қақты тазалайтын боламыз. Шайнектегі осындай қарайған шайдың несін тұрып қалған несін тазалайтын боламыз. Бізге керегі ас содасы, лимонный кислота керек бізге. Лимонный кислотадан 2 ас қасық салып аламыз. Ас содасынан да 2 қасық салып алатын боламыз. Міне салып алдық. Енді тефалімізға да салып алайық. Лимонный кислотадан бұдан да 2 қасық салып аламыз. Ас қасықпен. Ас содамызды салып алайық. Енді біз оның үстіне су құйып алайық. Газдың үстіне қойып қайнататын боламыз. Эффектісін көретін боламыз. Алдында байланып жүргенмін. Сіздер де жасап көріңіздер. Тефальдің үстіне де су құйып, оны да қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін осындай қағының бәрі түсіп қалады. Қойып қайнатып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қайнап шықты. Шамалы 5 минут 10 минутқа демалдырамыз. Сол кезде уже қақтардың бәрі кетеді. Чайнегімізді қайнатып 5 минутқа тындырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қап-қара болып, ішіндегінің бәрі суға шықты.
көріп тұрғандарыңыздай суға шықты. Уже іші ағарды. 5 минутке қалдырдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай уже ішіндегінің бәрі тез әрі оңай кетеді. Енді қырғыштың көмегімен шамалы қырып алатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай аппақ болып шықты. Тефальды да төгіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай уже ішіндегі қақтардың бәрі уже түсіп қалған. Менің каналыма жазылуды ұмытпағайсыздар. Видеоны көргендеріңізге, ақырына дейін көргендеріңізге рахмет. Алда тағы да видео шығаратын боламын. Менің каналыма міндетті түрде жазылып кетуді ұмытпағайсыздар. Осындай аппақ болып шығады. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.